Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Сіздерге керемет дәмді бөлкелердің жасалу жолын көрсеткім келеді. Бұл бөлкелер өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін асықпай қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде төмендегі подписка батырмасын баса кетіңіздер. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн, құмшекер, ерітілген сары май, сүт, жылы сүт, ванилин, жылы су, бір дана жұмыртқа және де ашытқы қажет болады. Нақты құрамдарын төменге описаниеге жазып кететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүтімізді құйып, үстіне 2 ас қасық ашытқымызды саламыз. Ашытқымыз міндетті түрде свежий болу керек. Егер сәл көнерген ашытқыны қолданатын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде жаңа, яғни свежийін қолданыңыздар. Артынша үстіне құмшекерімізді, шым тұз және де ванилинді қосып, венчикпен бір араластырып аламыз. Одан кейін үстіне ерітілген сары май және де бір дана жұмыртқамызды салып, тағы да араластырып аламыз. Сары майдың жақсысын, яғни сапалысын қолдануға кеңес беремін. Себебі маргарин секілді сапасы нашар сары майды қолдансаңыздар, ол сіздердің денсаулықтарыңызға зиянын тигізеді. Келесі кезекте үстіне ұнды саламыз. Алдымен азғана бөлігін салып, венчикпен немесе шанышқымен араластырып аламыз да, кейін қалған бөлігін салып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымызды илеп болдық. Енді бетін жауып, жылы жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді үстелдің үстін азғана майлап, қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Таразының көмегімен де барлығын бірдей етіп алсаңыздар болады. Осылайша барлығын пышақпен кесіп аламыз, дөңгелек етіп. Кейін қолымызбен барлық қамырды осылайша қолымызбен дөңгелек формаға келтіреміз. Енді бетін жауып, қамырларды шамамен 10 минутқа қалдырып қоямыз. 10 минут өтті. Байқасаңыздар, қамырымыз сәл де болса көтерілген. Енді үстелдің үстіне барлығын жайып алатын боламыз. Видеодағыдай осылайша сопақша етіп жаясыздар. Кейін үстіне салмасын саламыз. Мен варенканы қолдандым, яғни қоюлатылған вареный сгущенканы қолдандым. Сіздер өз қалауларыңызша варенье немесе ірімшік болмаса жемістерден де салсаңыздар болады. Олай да өте дәмді болып шығады. Салмасын салып, шеттерін жақсылап жабыстырып, видеодағыдай етіп орап шығамыз.
Достар, егер де осы видеом сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Және де маған тіркеліп, достарыңызға немесе жақындарыңызға поделиться батырмасы арқылы жіберіп отырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Сіздерге алдын ала алғысымды айтамын. Бөлкелерімізді формаға орналастырып, бетін жауып, қайтадан 15 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің бөлкелеріміз үлкен болып көтеріледі. Содан соң жұмыртқаның сарысының үстіне азғана сүтті құйып, бөлкелердің бетіне жағып шығамыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол себепті өз пештеріңіздің пісіру бабына қарайсыздар, солай өзінің градусын қойып, уақытын қадағалап отырасыздар. Негізінде 180 градуста шамамен 25 минутта бұл бөлкелер толықтай пісіп шығады. Біздің бөлкелер пісіп шықты, көлемі биік, үлкен, әрі жұп-жұмсақ, дәмі сөз жоқ, керемет болып шығады. Қарап отырғандарыңыздай жасалу жолы оңай, бір жасағаннан шығады. Сіздер де жақындарыңызға жасап беріңіздер. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, подписка батырмасын баса кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім.